Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 109 сабақта біз етістіктің келер шағын өтеміз. Біз осы уақытқа дейін осы шақты өттік, өткен шақты өттік, енді бізде келер шақ. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. 22-ші жаттығуда өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Отан, білімнен жұпар жинайын, еліме бақыт сыйлайын, жүрекпен сүйіп отанды, жүрекпен мәңгі жырлайын. Отаным гүлге бөленсін, өзге елдермен теңелсін, амандық болса ағайын, бәрінде бірге көрерсің. Нұрсұлтан Ғалымбекұлының өлеңі екен. Осы өлеңнің тақырыбы мен мазмұнның сәйкестігін анықта дейді. Мазмұнның тақырыбы отан, ал өлеңнің мазмұны да отан туралы, яғни екеуі бір-біріне сәйкес. Өйткені өлеңде отанымыз туралы айтылған, тақырыбы да отан туралы. Енді осы жерде етістер тап олардың қашан болатын істі білдіріп тұр дейді. Етістік бұл жерде жинайын, жырлайын, бөленсін, теңелсін, көрерсің. Яғни бұл бізде келер шақта айтылып тұр, өзде. Қараңдар, келер шақта айтылып тұр. Яғни сіздің келер әлі болмаған алдағы уақытта болатынын білдіріп тұр. Енді 23-ші жаттығуда берілген сөздер мен сөйлемдер құрастырып жаз дейді. Бұл жерде қандай сөздер? Сендер, сіздер, ол, біз, сен, олар, мен, сіз, яғни үш жақта жазуымыз керек. Мынаның көмектеседі, көмектесесіздер, көмектесемін дегендерді бір-біріне сәйкестендіріп жазамыз. Мысалы, мен көмектесемін. Сен көмектесесің, екінші жақта, сіз көмектесесіз, ол көмектеседі, үшінші жақта тұр. Яғни бұлардың үшеуі де келер шақта айтылып тұр. Енді көпше түрде де біз көмектесеміз деген ол келер шақтың бірінші жағы, сендер көмектесесіңдер келер шақтың екінші жағы, сіздер көмектесесіздер келер шақтың екінші жағында, олар көмектеседі келер шақтың үшінші жағында айтылып тұр. Етістіктерді осылай тауып жаздық. Енді балалар, есімізде сақтайтын ереже, келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. 24-ші жаттығуда өлеңге тиісті етістіктерді қою арқылы толықтырып жаз дейді. Қараңдар, мына жерде сүйемін деген етістік бар, жүремін деген етістік бар, болар, ерем деген сөздер бар. Енді жазайық. Көкке ұшамын, одан кейін ұшқыш болар баламын. Одан кейін соңына ерем, Гагариндей ағаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Міне осындай етістіктерді орнына қоямыз. 25-ші жаттығуда бос тіркөздерге сәйкес келетін етістер тауып жаз дейді. Яғни соңы мын болып аяқталатын етістіктер, ол мысалы барамын, табамын, саламын, жағамын болады, Немесе міз деген мысалы көреміз, жүземіз, сүземіз, білеміз деп жазсақ болады. Енді осы етістіктер қай жақта тұрғанын дәлелде дейді. Бірінші бағандағы барамын, табамын, саламын, жағамын, ол келер шақта тұр, Себебі келер шақтың а жұрнағы жалғанып тұр. Бар деген сөзге а жұрнағы жалғанып, сонда барамын деп тұр, Бұл жекеше түрде бірінші жақта тұр. Себебі мын жұрнағаны жалғанып тұр. Мен барамын, мен табамын деп, яғни бірінші жақта тұр. Ал енді міз деген жұрнақ жалғанып тұрған, ол да бірінші жақта, бірақ көпше түрде тұр, Біз көреміз, біз жүземіз, біз сүземіз деп. Бұлар да келер шақта тұр. Өйткені келер шақтың е жұрнағы жалғанып тұр, және көпше түрдің бірінші жағында тұр. Өйткені міз деген жұрнақ жалғанып тұр. Енді 26-ші жаттығуда бағаның сол жағындағы сөздерді тиісті етістіктермен сәйкестендір дейді. Мына жерде не деп жазсақ болады? Мысалы, Мағжан естідік деп жазбаймыз, Ол, яғни ол не деп жазамыз? Мағжан ақылдасты дейік. Егер ақылдасты дегенді алатын болсақ, ол өткен шақта тұр, Т деген жұрнақ жалғанып тұр. Ал енді ағашты өсті деп жазамыз. Ол да өткен шақ болады. Одан кейін сабақ басталған. Бұл да өткен шақта, ған деген жұрнағымен жалғанып тұр. Біз естідік, өткен шақта, досы келді, ол да өткен шақта, өйткені д деген жұрнақ жалғанып тұр. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.